Қайырлы күн, Асойхан жайымдары. Бүгінгі видеода осындай керемет кунжутный кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Өте керемет болып шығады. 5 минутта дайын болатын кекстің рецепті. Видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Бірінші жұмыртқаның үстіне шекерді салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Миксердің жоғарғы жылдамдығымен осылай аппақ болғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Оның үстіне енді қаймақты салып, тағы кішкене біркелкі болғанша араластырып аламыз. Енді үстіне ситадан өткізілген ұнымызды және де қопсытқышымызды салып, біркелкі етіп араластырып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Міне осылай миксерлеп болған соң кекстің қалыбын жақсылап майлаймыз. Егерде бұндай кекс пісіретін қалыбыңыз болмаған жағдайда, кішкентай кекстердің ыдыстарына, капсулаларға пісірсеңіздер де болады. Енді осылай астын майлап болған соң өз қалауыңызша көбірек немесе аздау етіп күнжетті сеуіп, үстіне дайын болған тестамызды біркелкі етіп әдемілеп құйып шығамыз. Міне енді қызып тұрған пеште 160-180 градуста пешіңіздің жағдайына байланысты 15-20 минутқа қойып пісіріп аласыз. Міне осымен кекстеріміз дайын, өте әдемі болып шықты. Іші де толықтай пісті, дәмі де ерекше жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, балаларыңызға жасап беруіңізге кеңес беремін. Іші толықтай пісті, өте жұмсақ. Міне қараңыздар, іші толықтай піскен және де жұмсақ болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса лайк басып, комментарияға қандай видео рецепт салғанымды қалайсыз жаза кетіңіз. Және де қоңыраушаны басып қойсаңыз, келесі видеом шыққанда бірінші болып көретін боласыз.